әпкесін көрген кезде танымай қалады. Роуз бұрынғыдай дизайнерлік жұмысын қолға алып көйлектерді тіге бастайды. Bir сәтте есікті қоңырау шалады. Есікті ашса Брэд екен. Ол қызды кешірім сұрап, қайта ғашық болып кездесуге шақырады. Роуз оған кешірім беретінін айтады, бірақ та онымен қайта кездескісі келмейтінін де ескертеді. Қыздар кешке жаңа көйлектерін киіп сауық кешке барады. Олар ол жерде Роуздың бұрынғы бастығын көріп қалады. Оның жұмысын көрген бастығы одан қайта оралуын сұрайды. Роуз көңіл көтеріп, масайып, бейтаныс жігітпен кешті өткізеді. Ол жігітті тырнап тістейді. Кейін қыз тағы да төсекте оянады. Ол кешегі жағдайдың шын немесе елестегенін айыра алмайды. Осы уақытта бассейндегі Доминик көңіл күйі бірден өзгеріп ашулы бола бастайды. Ол түсірілім кезінде әріптесі Дайларға шабуыл жасайды және де мойнынан тістейді. Бұл уақытта Роуз іші ауырып есін жоғалтады. Есін жиса аш болып оянады. Қыз қан араласқан етті жекелей